кім қатыспай отыр? Кімдер жоқ? Түгелміз, иә? Жақсы, онда. Олай болатын болса, балалар, бүгін біздің мінекей жаңа сабақ, жаңа тақырып бізде өздерің мені көріп отырсыңдар. Яғни сабақтың тақырыбы көмір сулар деп аталады екен. Мына көріп отырған суреттерден біз бұл көмір сулардың жалпы адам үшін, адамның ағзасы үшін өте пайдалы екендігін сезіп отырған шығарсыңдар. Міне біз бүгін осы тақырып жөнінде үлкен мағлұматтар аламыз. Өздерің қоса жұмыс жасайсыңдар, және біз бұл бойынша практикалық жұмысын жасап отырмыз. Және осы бойынша өз қорытындыларыңды, ойларыңды айтып отырасыңдар балалар. Енді бұл бүгінгі сабағымыздың бізде мақсаты көмір сулардың табиғатта кездесуі, алынуы, одан кейін практикалық жұмыс жасаймыз. Яғни көмір сулардың қасиеттері азық-түлік құрамындағы крахмалды анықтаймыз. Және сонымен қоса олардың қолданылуына жалпы түсінік береміз. Түсінікті қояз, бүгінгі сабағымыздың мақсаты мінекей осындай. Енді біз білеміз, жалпы көмір сулар дегеніміз не? Көмір сулар дегеніміз, яғни біз біліп отырмыз, олар көміртегінен, сутегінен, оттегінен тұратын органикалық қосылыстар. Көмір сулардың жалпы формуласы, міне көріп отырмыз, яғни ол қандай формулаға келеді екен? Қараймыз, міне CnH2OM. Яғни бұлар адам NM, олар шексіз. Өйткені олар көмір сулары біз енді үлкен сахарозаларға, сахаридтерге, моносахаридтерге, дисахаридтерге, полисахаридтерге жіктеледі ғой. Міне сондықтан біз оны осылай атай кетеміз. Яғни қарап отырсаңыздар, мына жерде көмір сулар міне жіктелуі. Қарап отырсаңыздар, моносахаридке глюкоза мен фруктоза, дисахаридке сахароза, полисахаридке крахмал мен целлюлоза жатады. Енді осы тақырыпты қазір міне таптамас бұрын біз әуелі осыны біз сіздермен бірігіп топтық жұмыс жасау арқылы осы көмір сулардың жіктелуін талқылап практикалық жүзінде оны көрсетеміз. Түсінікті ғой, иә? Сондықтан қазір топқа бөліне қалайық. Тұрамызда мына жерде міне әртүрлі түсті қағаздар тұр. Осыларды алып алып, әртүрлі қандай түсті тапсырмаларды орындай отырып, тақтаға өз ойларыңды, қорытындыларыңды жасайсыңдар, иә? Жылдамдыққа бұл балалар. Сондықтан оны сағаттық беремін. Төрт тапсырмадан әрбір топтан дәптерге бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып, тапсырманы орындауға кірісе береміз. формуласы С6H2O6. Оны тіпті фрукт, жеміс-жидектер, қант және де басқа жерлерде кездеседі. Сондықтан жеміс-жидектердің құрамында негізгі бөлігі кездеседі. Сондықтан оны жеміс қанты деп те атайды. Алыну жайлы айта кететін болса, оны қазір балалар өздері тақтадан реакцияларын жазып түсіндіреді. Жалпы өзіңнің тағы білесіз. Қолданылуы, яғни кондитерствода қолданылады. Торт жасаған кезде ол фруктоза болғандықтан тәтті болып табылады, және ол кондитерствода қолданылады. Медицинада және тағы да зертханалық жұмыстарда ол тотықсыздандырғыш
болып табылады. Яғни күміс айна реакциясы арқылы шаршыға ойыншықтар және де айнада кездеседі. Шырша ойыншықтарын жасауда, айна жасауда қолданады. Өйткені бұл құрамында екі функционалды топ болғандықтан альдегида спирт деп айтамыз. Жақсы отырамыз. Мына қосымша тапсырмалар бойынша тапсырылды. Келесі тапсырмалар бойынша негізгі крахмалдың формуласы С6H10 болып келеді. Яғни ол бізде көптеген жерлерде қолданылады. Біздің өсімдіктерде біз күнделікті көріп жүрген оны йодты анықтауымызға болады. Яғни оған крахмалға йод себетін болсақ, тамызатын болсақ, ол кезде көптеу түс береді, бізге көруге болады. Және крахмалдың формуласын қазір жазады да гидролиза формуласын айнасы тақтамызда. Қазір көрсетеміз, тағы не қосасыңдар өздері? Тыңдап отырмыз, қалғандарымыздан. Крахмалдың физикалық және химиялық қасиеттері. Крахмалдың химиялық қасиеті ол крахмал суда еритін ағымдақ болып табылады, ал химиялық қасиеті ол крахмалдың өзіне тән қасиеті, оның йодпен әрекеттесуі, яғни ол йодпен әрекеттескенде көк түске боялады. Қазір осыны. Келесі тағы отырақ ол жақсы. Крахмалдың қолданылуы тамақта, мысалы тамақ дайындағанда кисель, соус, крем деген сияқты қойылату үшін, ал қағаз өнеркәсібінде қағазды берік қылып, қатты қылып ұстау үшін, ал дәрі жасағанда, мысалы таблетка, солардың құрамында неғұрлым кездеседі? Жақсы. Крахмалдарымыз тыңдап отырамыз, балалар табиғатта таралуы, ол бізде крахмал табиғатта кең таралған, ол бізде дәндер түрінде кездеседі, ол бізде күріш 80%, бидай, жүгері 70%-ын келеді, және де картоп бізде 20%-ын алады. Бізде көбінесе дәнді дақылдардың құрамында кездеседі екен, жақсы, қосылса, сізде реакция теңдеу olur екен. Енді қазір жазғанша мынаны түсіндіріп аяқ, мақындікі, глюкозаны түсіндіріп аяқ. Ол глюкозаның алынуы, ол туралы айтсақ, ол табиғатта фотосинтез нәтижесінде түзіледі. Жақсы. Келесі мынау реакцияда кім түсіндіріп жүреді? Бұл күміс айна реакциясы, яғни глюкоза альдегид сияқты тотығып, сәйкес глюкон қышқылын түзеді және альдегидтерге тән сапалық реакцияны көрсетеді екен. Яғни глюкозада екі функционалды топ бар, сол бойынша. Келесі. Глюкозаға тән әрекеттесуі. Бірінші бізде спирттік ашылу болады. Барлық үш реакция фермент арқылы жүзеге асады. Екіншісі бізде сүт қышқылы. Қышқылдың түзілуі глюкозаның өзіне тән қасиеттері. Яғни спирттік ашылуы, сүт қышқылдың түзілуі, және ферменттердің әсерінен май қышқылының түзілуі. Жақсы. Келесі бізде мына жерге жүргіншілік крахмалдың реакция теңдеуін жаза береміз. Келесі сахароза. Енді тақтадағы реакцияларға көңіл бөлейік. Поликонденсациялық реакциясы, крахмалдың суды қосқанда нәтижесінде глюкоза түзіледі. Бұл яғни екі кіші молекуладан бір үлкен молекуланың пайда болуын айтамыз. Яғни мына жерде физикалық қасиеттер туралы айта кетсем, ол ақ түсті және талшықты зат болып келеді. Ол суда және спиртте түрлі органикалық заттарда ерімейді, сонымен қатар ол дәмсіз және иіссіз зат болып табылады. жақсы. қағаз жасауда,
Сонымен қатар медицинада кеңінен қолданылады. Әсіресе бинт, мақта және де дәрілік капсулаларды жасайды. Қолданады екен, иә? Барлық кезде жазамыз. Әрбір топтардағы реакция теңдеулерін біз жақсы көрсетіп жатырмыз. Так, жазамыз. Кеткен реакцияда целлюлоза гидролиздену реакциясы көрсетілген. Жалпы целлюлоза қышқылдарының қатысында қыздырғанда сумен әрекеттесіп біртіндеп кіші молекулалар ыдырайды. Соның нәтижесінде бізде глюкоза, яғни N, C6, H12 Бұл молекулалы глюкоза жақсы. Химиялық реакция теңдеулері мұны жасап көрсеттік. Енді біз ары қарай өзіміздің ары қарай практикалық жұмысымызға кіріспес бұрын біз әуелі сіздермен сергіту сәтін жасап алайық. Сергіту сәтін жасап аламыз. Ойын сергіту сәтінің несін қараймыз. Яғни бұл дирижер деп аталады. Сендер білесіңдер, дирижердің қолы қалай қозғалушы еді? Яғни осылай бастайсыңдар. Барлықтарың орнымыздан тұрамыз. Біздің алдымызда, яғни бізде тақырып екінші дәптерлерге жазып қойыңдар. Яғни практикалығымыз азық түлік құрамындағы крахмалды анықтау. Бұны жаңа өздерің теориялық тұрғыдан, химиялық тұрғыдан түсіндіріп берді. Енді практикалық жүзінде, яғни азық түліктің құрамындағы крахмалды қалай анықтайды? Міне осыған біз басты мақсат қоямыз. Содан кейін мына тапсырмаларды мен шатастырып алмай, жаңа қағаздардың үстіне қоямыз. Мынаны беремін. Осыны толтырамыз. Яғни жұмыстың барысы, танысамыз, крахмал, желімін дайындау, крахмалдың йодпен әрекеттесуі, сосын мына жерде тұрған жеміс жидектер тұр. Мінекей алма, банан, апельсин, картоп, нан, күріш, қант тұр. Яғни осылардың ішіндегі қайсында крахмалдың бар екендігін анықтауымыз қажет екен. Міне, сосын мына жерде мына таблицадан осыдан не істелді, не байқалды, қорытынды жасаймыз. Түсінікті ғой? Қазір жасап көрсетеміз. Барлықтарымызға. Жақсы. Енді міне бізде бері қараймыз түгеліміз. Яғни біздің алдымызда азық түліктер. Мынау не? Картоп. Мынау нан, тоқаш. Мынау күріш, дәнді дақылдарға. Мынау банан жатыр. Мынау бізде алма, мынау апельсин. Енді қараймыз қазір осы 7 түрлі бізде азық тағам тұр. Осылардың құрамындағы крахмал қайсында бар? Осыған қатты көңіл бөлеміз. Ол үшін біз не істейміз? Маған көмекке келе ғой. Ол үшін біз бүйтеміз. Стақанға маған су құйып. Су құямыз, салқын су. Ыстық суды да құюға болады. Енді біз бірінші салқын суға көзімізді жеткізейік. Міне салқын суды алдық. Енді осыған мен аз мөлшерде
Крахмал салы. Міне крахмал қандай түс екен? Ақ түсті ұнтақ. Так, қазір көреміз. Не байқал жаңағы бірінші сендерде тақырыпқа не сұрап тұр жұмыстың барысында? Крахмал желімін біз не істеп жатырмыз? Дайындап жатырмыз. Крахмал желімін біз дайындап жатырмыз. Так, енді осыны шыны таяқшамен араластырамыз. Бірден көруге болады, ептеп араластырса, қараңыздар балалар, түбінде не қалды? Мына қараңыз, созылмалы. Яғни қараңыздар, крахмал суда ери ма? Жоқ, сонда сендер айтасыңдар. Яғни біз крахмалды суда еріткен кезде крахмал клейстері түзіліп қорытындыға кетеді. Яғни крахмал суда ерімейді. Мені қараңдар. Қандай тұнбалар стақанның түбіне жабысып жатыр. Сондықтан біз білеміз, крахмалда не жасайды екен? Қағаз жабыстыратын клей алады екен. Крахмал клейстерді. Міне енді осы крахмал суда ерімейді. Міне крахмал клейстерді менің қолыма жабыстырды. Клейстерді дайындап алды. Енді екінші бізде практикалық жұмыстан не аталып тұр? Яғни осы енді осы крахмалдың йодпен әрекеттесуі. Бірінші осы тұрған крахмалға мынаны ертең аз араластыр. Ол жайдан араластыра ғой. Енді осыға мен йодты тамызайын. Йодты тамызайын. Аяғында тұр. Енді осыған йодты тамызамыз қазір кішкене. Қапылай йод аламыз. Мінеке балалар йодты тамызамын. Қараңыздар, өзгерісті қараңыздар. Өзгеріске қараймыз. Так, қазір мына жерде екі фаза түзіліп тұр. Міне қараңдар балалар. Міне крахмал суда ерімейтіндігі көрініп тұр, иә? Және ол мына жердегі крахмал йодпен қандай түс беріп тұр? Көк түс. Қара көк дейміз ғой, көк түс беріп тұр, иә? Енді осыны араластырайық, ертең аз араластыр. Жалпы түгел несімен жібереміз, араластыра ғой, қасықпен араластырамыз. Енді қараңыздар балалар, сондан екінші сонда крахмал, йод бізге крахмалды анықтауға сапалық реакция болып саналады екен. Жаңағыларыңызда жазып қойып отырсыз. Келесі бізге міне анық көрініп тұр. Қараңыздар, йодты тамызған кезде жаңағы крахмал, суда ерітіліп алған крахмалымыз қара көк түске айналды. Жақсы. Енді осы енді мына тағамдардың құрамында бізде не болу керек? Анықтаймыз. Крахмалды анықтаймыз, иә? Ол үшін біз міне бірінші тұрған бізде картоп. Осы картоп бізде дәнді дақыл. Иә, астық тұқымдар. Енді осыған мен не саламын? Йодты тамызамын. Қазір екі түрлі немен жібереміз. Қазір еркен сен мына растворды тамызасың. Бір бөлігіне мен, бір бөлігіне. Бөлімне. Барлығына йодты тамызып шығамын. Апельсинге тамызып атырмын. Келесі мен қайсыған тамызайын? Маңға тамызам, тоқашқа тамызам. Суға өзгергенін қараңдар. Екінші мен маңға тамызып атырмын. Үшінші алмаға тамызайын. Алмаға тамызамыз. Анық көріну үшін бізге керек. Одан кейін бізде одан кейін біз қайсыған тамызайық? Бананға тамызайық. Көрейік қазір. Қалғанын салыстырамыз екен тұра түсін, иә? Күрішке тамызайық. Міне. Одан кейін бізде ең соңғысы қантқа тамызайық. Қантқа тамызайық.
таныс болдық қой. Енді қараңдар. Бізде не байқалды? Қара, енді қорытынды жасаймыз. Бізде не байқалды? Не байқалды? Крахмалы байқағандарда Міне қараңдар, бірінші крахмалдың бар жоғын біз анықтап жатырмыз, иә? Сонда қараңдар, картоптағы крахмал бар, қандай түске айналды? Міне көрсетіңізші. Келесі бізде апельсинді қарайық. Апельсинді қараңдар. Яғни ол жемістің түсі өзі балар қоңыр түстесін. Міне үйреттім түсі. Мына жерде бізде азық түліктің бірнеше енді отыра қойыңыздар қазір. Азық түліктің бірнеше түрлері көрсетіліп тұр. Мына жерден енді алдарындағы таратылған параққа бірден жазуға да болады. Не болмаса неге сол параққа жаза беріңдер. Сосын жалпы қорытындысын жасаймыз. Яғни дәнді дақылдар, жеміс жидектер құрамында қант заттардың құрамында крахмал бар ма, қайсында бар, қайсында жоқ, соны анықтаймыз. Мына жерде міне сендердің парақтарың тақтада тұр, мен солай көрсетемін. Қараңыздар балалар, тақтадағы мынау алдарында жатыр. Жұмыстың барысы не істелінді, не байқалды, қорытынды осыны мына жердегі жасаған тәжірибелерге қарап отырып, көріп шығып, соны жазыңдар көріп. Крахмал желімін дайындау бірінші. Не істедік, не байқалдық, қорытындысын мына жерге жазамыз. Келесі, крахмалдың йодпен әрекеттесуі. Не істедік бірінші? Одан кейін қандай зат байқалды, қорытындысын жазамыз. Одан кейін келесі, міне жеті түрлі мына жерде зат тұр. Алма, міне алма, міне алма. Келесі банан, кетімен қояйық. Міне банан. Алма, банан, одан кейін апельсин. Міне апельсин нетіп отыр. Одан кейін бізде картоп. Ретімен қойып отырмалар, сендерге жазуға ыңғайлы болу үшін. Картоп, одан кейін бізде нан. Нан, міне алма, апельсин, банан, апельсин, картоп, нан. Күріш, қант. Міне күріш, міне қант. Йодтың түсі, міне. Қорытынды жасаймыз, е? Уақыт болды. Бастайық. Бірінші мысалы крахмал тобы. Сіздер не айтасыздар? Біреуіміз сөйлейді. Отырып сөйлей беруге де болады, тұрмай-ақ отырып келісіп отырып сөйлесеңіз, иә? Сол крахмал желімін дайындау. Біз алдымен ыдысқа жылы су құйып, кейін крахмал қосып араластырдық. Нәтижесінде крахмал суда ерімейтінін байқадық, және осы крахмал суда ісініп коллоидты ерітінді, яғни клейстер. Крахмал клейстер түсіпті, иә? Суда ерімейді крахмал дедік, иә? Жақсы. Келесісінде сіздер неменені айтайық, әрбіріміз бір пікірден қосайық. Жалпы крахмал желімін дайындаған кезде біз ыдысқа бөлме температурасындағы суды қосып, оған крахмал ұнтағын қосқан болатынбыз. Соның нәтижесінде оны араластырғанда біз крахмал мен судың бір-бірімен тығыз әрекеттеспейтінін байқадық. Сонымен қатар крахмал суда ерімейтінін байқадық. Сонымен қорытындыға келе, крахмал суда ерімейді, және ол клей тәрізді зат болып келесі. Келесі сіздер екінші неде тағы не айтуға болады? Йодпен әрекеттесуде. және біздің байқағанымыз ол екі фазаға, яғни асты жағы ақ, үстіне мінекей, яғни крахмалды йодпен әрекеттеседі. Жаңағы екі топ крахмал клейстердің түсірігін айтып берді, иә? Крахмалдың йодпен әрекеттесуі. Екі фаза түзілді дейік. Екі фаза түзілгеннен кейін оларды араласқан кезде қара көк және де күлгін түске боялған байқадым. Яғни бұл крахмалға йодтың сапалық реакциясы болып табылады екен. Жақсы.
Үшінші тапсырмада бізде бірнеше түрлі жеміс-жидектерді және картоп, нан, күріш, қант, алма, банан, апельсин дегендерді көрсетіп, оның үстіне йодты тамшысын тамызған екен. Бірақ соңында реакция соңында йод ерітіндісінен картоп кескіндісінде немесе ақ нанға тамызғанда да көк түс пайда болады. Бұның нәтижесінде яғни крахмал бар екені көрінеді. Ал қалғандарында мысалы алма, банан, апельсин, қант дегендерде йод тамызғанда болмағандықтан оларда крахмал жоқ екенін көрсетеді. Яғни йод түсін өзгертті ме? Жоқ, иә. Мысалы қараңдар, алмадан, банандан, отыра ғой жақсы Малика, апельсиндан және қантта дедік, иә міне? Осында йодтың түсі міне анық көріп тұр, иә? Йод осы заттарда түсін өзгертті ме? Жоқ, яғни бұдан қорытынды жасаймыз. Қандай қорытынды жасайсыңдар? Крахмал болмаса йодтың түсі өзгермейді. Крахмал сонда қайсында жоқ? Солай қорытындыға қылып береміз. Яғни қорытындысын кім оқиды сонда? Жаңағы соғысы Малика айтты, жаңа жеміс-жидектерде Крахмал болмайды. түсті дақылдарда крахмал жоқ екендігін дәлелдеді. Ал көк түске боялды бізде картоп, нан, тоқаш, күріш. Бұлардан нені байқаймыз? Крахмал бар екен. Ол қандай заттарға жатушы еді бізде биологиядан білесіздер? Полисахарид және немене бұлар? Нан, бидай, күріш. Қандай дақылдарға жатады? Дәнді дақылдар, яғни астық тұқымдас дақылдарда крахмалдың бар екендігін біледі екенбіз. Міне жалпы сонда бізде бүгінгі практикалық жұмысымызда міне осындай қорытынды жасадық. Жақсы, енді осы тапсырмамыз бұлтақ. Мына жаңа параққа жазғандарды маған сосын жинап бересіңдер, иә? Жақсы, енді келесі бізге яғни көмірсулар қалай жіктеледі екен бізде? Моносахарид, дисахарид және полисахарид. Полисахаридке не жатады? Крахмал және целлюлоза. Дисахаридке сахароза, ал моносахаридке не? Рибоза. Және рибоза десек, рибоза дегендер бар, оны біз тағы биологияда сендер оларды оқығансыңдар, иә балалар? Келесі, глюкозаның сонымен физикалық қасиеті қандай болды? Крахмал айтып берсекші кәні, сайт жұмыс жасап Глюкоза бізде ол қатты кристалды зат, түссіз, тәтті және суда жақсы еритін зат болып келеді. Келесі бізде глюкозада қандай функционалдық топтар бар екен? Альдегидтік және спирттік топтар бар. Сондықтан оларды альдегиді спирттік деп атайды. Иә, глюкоза қасиеттері қандай қасиеттері бар? Целлюлоза тобы жауап берсеші. Міне, целлюлоза тобы. Глюкозаның өзіне тән қасиеттері глюкозада ферменттердің әсерінен этил спиртін алуға болады екен. Сосын және толық тотығу реакциясын көрсетеді. Глюкоза толық тотыққанда қандай өнімдер түзіледі? Сумен Сонда глюкозаның өзіне тән қасиеті бар. Және құрамында екі функционалдық топ болғандықтан альдегиді спирттік қасиеттері бар екен. Жақсы. Мағненің формуласы? Сахарозаның формуласы қандай? С12H22O11. Жақсы. Сахароза суда ериме екен? Ерейді, өте жақсы кристалды зат екен. Крахмал, сонымен крахмал не болды? Жақсы. Крахмалдың қолдану реакциялары. Сонда крахмал гидролизге ұшырағанда ең соңғы өнім не болады екен? Глюкоза. Қандай глюкоза? Альфа дейді. Мал қай зат? Целлюлозаның алтын формуласын оқыш. Формуласы C6H10O5N. Оның физикалық қасиеттері ол суда органикалық еріткіштерде ерімейтін талшықты зат болып келеді. Сонымен қатар оның химиялық қасиеттері ол целлюлозаның гидролизденуі. Гидролизденгенде соңғы өнім глюкоза түзіледі екен. Міне практикалық жұмысымыз бізде осымен осылай аяқталды. Енді қазір біз балалар міне теориялық тұрғыдан, практикалық тұрғыдан біз бәрін қайталадық. Енді бізде мынандай сабағымызды бекітеміз.
балалар ұшып қону деп аталады. Ұшып қону деп аталады. Взлет посадка деп орысшасы. Енді бұл ойынның шартын қараймыз. Бұл яғни біздің бүгінгі осы оқыған жаңа алған мағлұматтарымыз бойынша қорытынды жасаймыз. Яғни ойын ережесі. Я шындық орындарымыздан тұрамыз. Жоқ, мысалы жоқ дегенде орнымызда отыра. Түсінікті ғой? Яғни ұшып қону деп айтады. Я дегенде ұшамыз. Жоқ дегенде тұрамыз. Ойынның аты ұшып қону деп аталады. Взлет посадка. Жақсы, сұрақтарға көңіл бөлеміз. Дайынбыз ғой? Бірінші раунд. Көмірсулардың жалпы формуласы. CnH2O ұштықтарымыз. Жақсы, тексереміз. Екінші отырамыз. Өздеріңізге раунд ашқызайын. Екінші, глюкоза мен фруктоза дисахаридтермен. Жоқ, формуласы. Көрейік. Жоқ. Өйткені олар қандай сахаридтер? Сахаридтер, яғни бір көмірсудан тұрады екен. Келесі, глюкоза суда жақсы еритін тәтті дәмі бар зат бар. Көрейік. Отырамыз. Яғни отырамыз. Келесі, төртінші раунд. Глюкозаның құрамында альдегид тобы, яғни COH боламы. Яғни ол екі жақты функционалдық. Жақсы, бәріміз тұрғытымыз бар. Жақсы, келесі. Сахароза түссіз, судан аша еритін зат. Тұрмаймыз, жақсы. Тұрмай отырсыңдар ғой, значит, біліп отырмыз деген сөз. Жақсы. Алтыншы. Сахарозаның молекулалық формуласы H22O1. Жақсы. Келсеміз бәріміз, келесі жетінші раунд. Глюкозаның спирттік ашуы нәтижесінде этил спирті түзіледі. Яғни, бұл қандай қасиет глюкозаның? Өзіне тән қасиет. Жақсы. Келесі, целлюлоза суда және органика еріткіштері ерімейтін талшықты зат деп. Яғни жауап бердік. Жақсы, қонамыз. Тоғызыншы раунд. Крахмал құрамындағы альдегид тобы аммиактағы күміс оксидімен әрекеттеседі. Әрекеттеседі дейді. Ал көрейік. Яғни тұрған жоқ ешкім. Дұрыс. Яғни әрекеттесе ме екен? Жоқ. Яғни ол крахмал полисахарид. Глюкоза ол қандай сахарид? Глюкоза моносахарид. Глюкоза екі функционалдық қасиетпен анықталады. Дегенде. Оныншы раунд бізде соңғы крахмал ыстық суда ісініп клейстер түзеді. Жақсы. Міне осылай біз ойынымызға тақылетіміз. Яғни мінекте біз не таратып беремін. Осыған сабақтарының бүгінгі сабақтардан не алдық, не түсіндік, өз ойларыңды қорытындылап тақтаға жазамыз. Және сонымен қоса бірінші тағы осы тақырыптар туралы тағы не білгілерің келеді, осы туралы талқылап алайықшы бірінші. Қазір мен мынаны таратып беремін. Таратып қойшы. Мынаған жазыңдар. Бүгінгі сабақ бойынша не білгілерің келеді тағы да. Бір-екі үш-төрт бала жаза қояйық өздерінің ойларыңды. Содан кейін нәреге жабыстырып бір-екі талдам берейік. Содан кейін жалпы әуелі бір не жасайық. Біріншіде бізде осы сабақ туралы біз тағы қандай ұғымдар алуымызға болады. Не білгілеріңіз келеді? Бізге биологиялық тұрғыдан бұның маңызы бар ма? Осы көмірсулардың тағы не білгілеріңіз келеді? Яғни соны жазып
тапсырамыз. Так, бүгінгі сабақ өте жақсы болады дейді. Болашақта олардың нені қалай жасауға болатынын білгім келеді дейді. Яғни кітаптан басқа біз білмейтін заттарды дейді. Яғни өте жақсы сұрақ берген екен. Яғни міне балалар айтып отырмыз ғой, біз бір сабақтың ішіне осы көмірсулар деген тақырыпты сындыра алмаймыз. Біз тек қана олардың химиялық тұрғыдан және қандай азық-түлік құрамында осы көмірсулар кездеседі. Міне біз осыны ғана біліп отырмыз, иә. Енді болашақта сендерде қазір интернет ресурсы көп, өздерің тауып, оқып, келесі жолғы сабақтарда өз ойларыңызды, пікірлеріңізді тағы да жалғастырып айтуға болады. Енді не сендермен қазір алдарында тағы да қағаз жатыр. Енді осы өз ойларын бір ауыз сөздеріңді жазып, орындарда тұрып айта салуға болады. Жақсы ма? Бір ауыз сөз, кәне. Бір ауыз сөз. Бір ауыз сөзде не айтуға болады? Көмірсуларды өткен болатынбыз. Крахмал, Өттік. крахмал, целлюлоза және де сахароза, глюкоза не екенін білдік, және бұл ашық сабақ бізге өте қатты ұнады. Бізге Жақсы. кәдімгі тұрмыста қалай қолданатынын екенін білетін болдық, және де оның түрлері қалай бөлінеді, реакцияларын бүгін біз өткен болатынбыз. Азық-түліктің құрамдары көмірсулардың болады. Mesela мен ең соңында бағалап жіберейік. Яғни мен глюкоза тапсырмалары бойынша бізде бірінші топта тахмина, диназ, аялум, армон отырды. Міне енді осы балаларға әрине реакция пеңгелерін жазып, жауап бергендеріңізге қарай мен қойдым. Тахминаға 90 қойым, армонға 90 қойым, аялумға 90 қойым, армонға диназ, албакирға диназ, тоже 90 қойым. Келесі бізде қай тоғыз екен? Сахароза топтарында. Бұларда Малика отырды, Назирке, Аянул, Олжас. Яғни бұл балаларда әрине ішіндегі ең жақсы қатысып отырған бізде Малика мен Назиркеге мен 90 қойым, Аянул мен Олжасқа 85 қойым. Көңіл ішкенде топтан қарды. Но жалпы сабаққа жақсы қатысты. Келесі бізде целлюлоза тобы бойынша айым бізде айымға мен 90 қоямын, Алтынбекке мен 90 қоямын, Анар мен Венераға 85 қоямын. Түсінікті, өздерің кішкене ойларыңды кішкене талқылап білу керек. Тоқтап қалмаймыз балаларымызбен. Келесі бізде крахмал тобы бойынша Айназ, Еркежан, Төрежан, Еркеназ. Бұл арада мен қоямын Еркежан мен Айназға 90 қоямын, ал Төрежан мен екінші Еркеназға 85 қоямын. Өйткені жалпы сабақтың қорытындысы бойынша міне осылай бағаланамыз. Жақсы. Өздеріңе де міне рахмет. Осымен мен сабағымды аяқтаймын. Барлықтарыңа да үлкен рахмет. Енді бағана қойған сұрақтарымды түгел келесі сабақта талқылап, ары қарай жалғастыруға мен сенімді білдіремін. Жақсы.